Қайырлы күн, ұстаздар. Сіздермен ұстаз KZ. Бүгін сіздерге Educaplay сайтының мүмкіндіктерін көрсететін боламын. Ең әуелі Google'дың іздеу жолағына Educaplay деп жазамыз. Келесі біз бірінші сілтемеге басып өтеміз. Бізде осындай бет ашылады. Осыны перевести на русском батырмасын басып, өзгертіп алсақ болады орыс тіліне немесе қазақ тіліне. Сосын жүйеге кіру батырмасын басамыз, осы шетте тұрған. Келесі осы жерге Google мен кіру немесе тегін кіру батырмасын басамыз. Осы жерге өзіміздің Google аккаунтымызды, Google почтамызды жазамыз. Осы екі птичканы басып, жасыл батырманы басамыз. Мінекей біз сайтқа тіркелдік. Стрелкада көрсетілген жерді басамыз, сары кнопканы. Бізде осындай ойындар беті ашылады дидактикалық. Осы ойын түрін көрсететін боламын. Яғни сәйкестендіру ойыны. Осы жерде көрсетілген жерді басамыз. Келесі осы жерге өзіміздің пәнімізге арналған тапсырмаларды енгізетін боламыз. Мысалы, сәйкестендіру биология пәніне арналған осындай бактериялар тақырыбына осындай тапсырмаларды жасайтын боламын. Сіздер де өз пәніңізге арналған тапсырмаларды осылай іріктеп жазып алып, оқушыларға сабақ барысында ойнатсаңыздар болады. Келесі тапсырманы енгізу үшін осы жерде плюсик батырмасын басамыз. Мінекей бастым. Енді осы жерге келесі тапсырманы енгізетін боламыз. Жанына дұрыс ответтерін жазатын боламыз. Мысалы, шар тәрізді бактериялар коктар. Үтір тәрізді бактерияларды фибриондар деп атаймыз. Балалар осыны сәйкестендіреді. Келесі information бөліміне өтеміз. Осы жерде соңғы үшінші бөлімге, сосын осы жерге титул, яғни тақырыпты жазатын боламыз. Мысалы, бүгінгі өтетін тақырыбыңыздың атын жазып қойсаңыздар болады. Бактериялармен танысу, немесе бактериялар тақырыбы деп. Астына описаниясын жазып кетеміз. Келесі параметр бөліміне өтіп, осы жердегі
уақытын таңдап қойсаңыздар болады, балаларға қосып. Мысалы 30 секундта балалар сұраққа жауап беру керек, тапсырманы орындап біту керек. Суретке фон қою немесе артқы фонын өзгерту сияқты заттарды осы жерден жасай аласыздар. Мен әзірше өзгертпеймін. Мінекей фонды ауыстыру, кнопканың түсін ауыстыру сияқты қимылдар жасалынады. Келесі осы жерде просмотр жерге өтсеңіздер, начать батырмасын басып, тапсырманың қалай шығатынын көруге болады. Міне, біздің жасаған тапсырмаларымыз шар тәрізді бактериялар сәйкестендіреді тауып, осылай дұрыс жауап берді. Келесі таяқша тәрізді бактериялар фибриондар деп аталады. Балалар осылай сәйкестендіріп көреді. Осылай тапсырманың қалай жасалатынын көріп болғаннан кейін осы жердегі кнопканы басасыз, белгіленіп тұрған. Сол кезде осы сайтқа сохранить етіледі. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Ұстаз KZ.